Айнанайындар, алдарыңызда легендарный Mercedes-Benz W124 автокөліктері. Қанша жыл болса да өзін түрін бермеген нағыз легенда автокөліктер. Бұл автокөліктерді біз трейдинг бағдарламасына қабылдап жатырмыз. Бұлардың алғашқы егелері өздерінің осындай ескі автокөліктерін алып келіп, қаншама жыл айдаған автокөліктерін бізге алып келіп, трейдинг бағдарламасымен жаңа автокөлікке ауыстырып жатыр. Бауырлар, сіздердің де құлақтарыңызға алтын сырға, егерде үйлеріңізде ескі автокөліктеріңіз болса, уже қанша жыл айдаған, еңбегі сіңген автокөліктеріңіз болса, біздің автосалонға өткізіп, орнына жаңа автокөлік алсаңыздар болады. Жаңа автокөлік болсын, жүрілген автокөлік болсын, жылы жаңа автокөліктерді мінсеңіздер болады, бауырлар. Ал мінекей алдарыңызда 90 жылғы қарасаңыздар, 90 жылғы Mercedes-Benz W124 автокөлігі. Бұл автокөліктің егесі су жаңа Haval M6 автокөлігін алып отыр. Кроссовер, Mercedes-тен кейін кроссоверге мініп отыр. Ал мінекей 2.3 бензин мотор қозғалтқышымен қаншама жыл жүріп берген, қаншама жыл еңбегі сіңген автокөлік қой, қарасаңыздар. Қандай мықты качествода жасалынған автокөлік қой. Енді сыртқы кузовтары қоп-қоңыр түсте. Осындай состояниеде ескі автокөліктеріңіз болса, толықтай жүріп тұрған машина қабылдаймыз. Алдың күні бір көкем жіберді, Audi жіберді. Алды жанып кеткен машинаның, алды жанып кеткен, мотор жанып кеткенде, осы машинаны қабылдайсыңдар ма деп жатыр. Біз ондай алды жанып кеткен, арты жанып кеткен, іші жанып кеткен машина қабылдамаймыз. Тек қана жүріп тұрған нақаду машинаны қабылдаймыз. Ал мінекей ағайындар, жанында тағы да бір Mercedes 124 автокөлігі тұр. Бұл автокөлікке трейдинг бағдарламасына келген. Егелері жаңа автокөліктерді мініп отыр ағайындар. Мінекей өзіміздің Mercedes-Benz W124 артқы ручкасы істемейді екен. Сіздердің де үйлеріңізде ескі Opel бола ма, Audi бола ма, кез келген автокөліктеріңізді алып келесіздер да, Monza-ға ма, Toyota Camry Corolla-ға ма, 55-ке ма, Optima ма, любой машинаға трейдинг бағдарламасымен ауыстырып алсаңыздар болады. Мінекей еңбегі сіңген автокөлік, еңбегі кәдімгідей халыққа тиген автокөлік қой бұлар. Германияның нағыз мықты шығарған автокөліктері. Енді бұндай автокөліктер қайтадан дүниеге келе ма, келмей ма, әлі белгісіз, енді келмейтін шығар менің ойымша. Но бірақ енді заман талабы сондай, ескі автокөлігіңді өткізесің, жаңа автокөлік мінесің. Ал мінекей сіздерді де күтеміз. Кез келген Тараз бола ма, Қызылорда, Қарағанды, Қазақстан кез келген аудан, ауыл аймақтарынан келе берсеңіздер болады. Біз сіздерді күтеміз. Шымкент қаласы, Тұран микрорайоны 660 бір мекен-жайында қаншама автокөліктеріміз бар. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз ағайындар. Осы видеоны WhatsApp-та достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Ескі автокөлікті өткізіп, жаңа автокөлікті мініңіздер рахаттарыңызға.